Осыдан 17 жыл бұрын қазақ анимациясы тарихындағы ең үздік мультфильмдердің бірі Қошқар мен Теке жарық көрді. Бұл мультфильмді қарағанда көңілім көтеріледі және тек көңіл көтеру ғана емес, астарында үлкен мағына бар. Жарайды, оның барлығы бөлек видеоның әңгімесі, ал бүгінгі қамтитын тақырыбымыз өзгеше, өйткені ең мықты кейіпкерлер жайлы болмақ. Бәріне сәлем, сіздермен бірге Нуар KZ. Қошқар мен Текеде ең мықты кім деп ойлайсыз? Әрине бұған жауап оңай сияқты көрінеді, бірақ бәрі бір бетке емес. Видеоның соңында сұрақтар туындауы мүмкін. Жалпы тізім 7 жануардан тұрады. 7-ші орыннан бастайық. Топты ашатын ешқандай таңғалу жоқ деп ойлаймын. Теке. Осы топтың ішіндегі ең әлсізі әрі ең қорқағы. Екінші бөлімде Қошқардың нұсқауымен жаттығу жасап жүрген, бірақ онысы қасқырларға қарсы мүлдем көмектеспеді. Бәлкім ептілігі артқан шығар, бірақ ептілік пен икемділіктен не пайда егер соққыларын қарсыласқа зақым әкелмесе. Соңында мына қасқыр ешкінің жағдайын бір соққымен тындырды. Негізі Теке ертегіде өте ақылды кейіпкер болған. Ол ақылының арқасында ұзақ жол бойы өзін және Қошқарды қасқырлардан, аю мен жолбарыстан құтқарып отырды. Ал біз білетін Қошқар ертегіде керісінше қорқақ. Ол тірі қалу үшін Текенің айтқанын екетпей жүрді. Әрине мультфильмде бұның бәрін өзгертіп, Текені қорқақ, Қошқарды батыл қылып қойды. Айтайын дегенім, ертегі бойынша жасалғанда Текені ешкім әлсіз демеуші еді. Кезек қасқырларға келді. Бұл екеуі бірінші бөлімнен бері бар. Ең алғаш малдар қорадан қашып кетіп жапан далада жүргенде алдарынан шығады. Кішірек қасқырдың аты Құттөбе, үлкенірегі Бөрібасар. Екеуі де Қошқардан аямай жеңілген. Әрине бұл қасқырлардың арасында қайсы мықты екені нақты көрсетілмеді. Бәлкім үлкенірегі, яғни Бөрібасар сәл мықтылау. Қасқырбай ол екінші бөлімде шыққан кейіпкер. Бағанағы қасқырлар өліп таяқ жеген соң кек қайтару үшін төбелеске достарын шақырады. Сол кезде түрі спортсменге ұқсайтын қасқыр келеді. Мұны екеуінен қарағанда Қасқырбайдың мықты екені бірден байқалады. Ол қасқырларға нұсқау беріп жатты. Және мінезімен Текеден де Қошқардан да қорықпайтынын бірден көрсетті. Техника жағынан да басқа қасқырлардан жақсы, бірақ онысы көмектеспеді, өйткені мына жақта техниканың көкесі бар. Топ 3 және қола жүлдені Қошқар алады. Өте лайықты, өйткені қарсыластарын кезекпен кезек шашып тастады. Ертегіде қорқақ болса да, мультфильмде Қошқарда көп қабілет бар. Күш, жылдамдық, жаңа айтқан техника, тура бір ережесіз жекпе-жек жауынгері сияқты. Мына кадрларға қарап, оны адам ба деп ойлап қаласың. Және мына нәрсеге назар аудару керек. Қошқар осы уақытқа дейін көп жаттыққан. Сол тренировкалардың арқасында осындай деңгейге жетіп отыр. Тіпті қасқырлар оған дұрыс соққы да жасай алмады, тек біреуінен басқа. Бұл кейіпкерге жаттығу жасау, приемдарды үйрену деген нәрселердің қажеті жоқ. Өйткені ол мынандай денемен жолындағының бәрін жайпайды. Жаңадан бері мақтаған Қошқарды бұл қасқыр жүріп өтті десек болады. Оның аты Дәубөрі. Атының өзі бөрілердің арасындағы ең мықтысы екенін білдіріп тұрғандай. Және оның Қошқармен төбелесін қарап, екеуінің арасында жер мен көктей айырмашылық бар екенін көреміз. Бірақ бұндай жетістіктері болса да Дәубөрі бар болғаны екінші. Өйткені бірінші орындағы кейіпкер нағыз машина. Осы мультфильмдегі ең мықты жануар. Оны көріп тіпті Қошқардың өзі таңғалды. Айыпқа бермаңыз, біз жол сұрайын деп едік, жүрсеңші. Теке болса сиырға подкаст жасаймын деп өмірімен қоштасуға сәл қалды. Қоя тұршы Қошқар. Қой дедім Қошқар. Қошқар! Жігіттер, жайма? Әлде бір нәрсе керек пе? Бұқа бірінші бөлімде де екінші бөлімде де кездеседі, және оның мұрагері бар. Бұқа жайлы көп ештеңе айтудың қажеті жоқ. Жалғыз өзі 4 қасқырды бүктеген соң бәрі анық деп ойлаймын. Иттің күшігі. Дегенмен бұнымен бітпейді, өйткені видео басында соңына қарай сұрақтар туындауы мүмкін дегенмін.
Әрине қасқырлар мен бұқаны айтамыз, бірақ мына ата екі топты да қорқытты. Бірінші бөлімде қасқырлардың үйірін тоқтатты. Екінші бөлімде қошқар, қожайын қысқа таман ең семіз малды сояды дегенде бұқа тайып тұрды. Онда неге бұл кісіні бірінші орынға қоймадым? Өйткені оның мылтығын тартып алсаң, ол ешқандай қауіп тудырмайды. Екінші бөлімде дәл солай болды. Қасқырлар алдап оның мылтығын тартып алып ағашқа байлап тастады. Ал бұқа болса осы қасқырларды мылтықпен қоса жеңіп кетті. Жалпы қиын таңдау, бір жағынан ата бәрінен мықты, бір жағынан бәрінен әлсіз. Сіз қалай ойлайсыз? Кейіпкерлердің арасында бірінші орынға ата лайықты ма, әлде бұқа ма? Комментарийге жазып кетіңіз. Осымен ролик бітті. Ұнаса арнаға жазылып қолдап кетейік. Келесі кездескенше.